Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде сырға көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ислами түс жору бойынша сырға ұлдың дүниеге келуін немесе қызын тұрмысқа беретінінің белгісі. Әйелінің құлағында сырға көрген адам саудамен айналысады. 2 қабат әйел алтын сырға тақса, ұлды болады. Бұл түсті көрген бойдақ қыз тұрмысқа шығады. Күміс сырға дүниеге қыздың келетінін білдіреді. Меруерт сырға әсем әрі бақуатты өмірдің белгісі. Ер адам үшін сырға тағу қандай да бір ағат нәрсе жасайтынын білдіреді. Кей жағдайда бұл түс еркектің әдемі ән айтуы дарыны бар екендігін де хабарлайды. Айна алдында әдемі сырға тағу әйелдер үшін жақсы белгі. Ол жақын арада махаббат туралы армандарының орындалатынын білдіреді. Егер сырғаның сыңарлары бірдей болса, арманына жетеді. Түсіңізде сырғаны табу қуаныш пен табысқа, ал оны жоғалту шошынуға. Тағу құпияны білуге, сатып алу ата-ана мен достарының көңілін қалдыруға. Ал егер сырғаңызды сындырып алсаңыз опасыздыққа, сырғаны көру жағымды жаңалықтар мен қызықты жұмысқа. Сынған сырға дұшпаныңыздың сіз туралы жалған өсек тарататынын білдіреді. Құлағыңыздағы гауһар тастары бар әшекей жақсы белгі. Жақын арада әріптестеріңіздің арасында жақсы беделге ие болып, мансап жолында табысқа жетесіз. Қолыңызда алтын сырға ұстап тұрсаңыз, өмірде бастаған әр ісіңіз сәтті жүреді. Бұл арманыңыздың іске асыратын ең қолайлы кез. Біреу сізден әшекейіңізді сұраса немесе тартып алса, аяқ асты шыққан қарсыластарыңыздың кесірінен сүйіктіңізден айырылып қалу қаупі бар. Сырғаңызды қайтарып ала алсаңыз, бұл тайталаста жеңіске жетіп, жауларыңызды тойтар аласыз. Алтын сырғаны түсінде жігіті бар қыз көрсе, ғашығының адалдығына күмәнданбаса болады. Сезімдері ешқашан өшпей, махаббаттары мәңгі болады. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.